Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін халықаралық нан күні. Осы күнге орай арнайы дайындалған ас атасы нан ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақта ас атасы нан деген сөз бар. Яғни астың дәмінің үлкені нан. Бала ақ пен қараны ажыратып, танымай тұрып ақ оған оң қолына нан ұстауды, нанды баспауды, тастамауды үйретеді. Нан қасиетті. Қазақта қатықсыз қара су ішіп, қара нан жесек те амандық болсын деген сөз бар ғой. Нанды жерге тастама, нанның үстіне зат қойма, нанды төңкерме, нанды бір қолмен үзбе деген сөздің барлығы сол нанның қасиетіне орай айтылған тыйымдар. Өзге халықты қайдан қазақтың нансыз күні жоқ деуге болады. Нан тарихы неолит дәуірінде ақ пайда болып, даярлануы тарих тереңінде жатқан өнімнің бір түрі. Ақ нан, жоғары сортты бидай ұнынан пісірілген нан. Нан азық-түлік өнімінің негізгі бір түрі болып табылады. Басқа өнімдер сияқты нанның да құндылығы оның калориялығымен, сіңімділігімен, құрамында ақуыз, крахмал, витаминдер мен минералдық заттардың қандай мөлшерде, қандай құрамда болуымен, сыртқы пішінімен анықталады. Нан ардақты адал ас, кәрі жас одан аттамас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ұстамас. Нандай жоқ қой асылдан, жеп үйренген жасыңнан. Дастарханнан нан кетсе, береке кетер асыңнан. Ей балалар, балалар, болмаңдар сірә нан қатар. Өмірдің алтын арқауы, нан қиқымын шашпаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Өтебай Тұрманжановтың өлең жолдарымен бүгінгі ақпараттық бейнеролигімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.